Ассаламу алейкум. Бүгін коктал деп аталатын балықтан даярланатын ас мәзірін сіздерге көрсетемін. Ең алдымен 1,5 келілік сазан балықты омыртқа тұсынан басы мен құйрығына дейін түзеу етіп мұқият кесіп аламыз. Қолдарыңызды абайлаңыздар. Мен мұнда балықтың сыртқы қабығынан ашымаймын. Кей кісілер үй жағдайында пеште даярлайтын болса, қабығын ашып жатады. Бұл енді өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Балықты дәл осылай кесіп ашамыз да ішіндегі жек қарыннан және жел безегін алып тазалаймыз. Тазартылған балығымызды салқын суда жуып аламыз да судың барлығын салфетканың көмегімен сүртіп құрғатып аласыздар. Және де балықты ұсақ-ұсақ тілік етіп кессеңіздер, тұзымыз жақсы сіңу үшін өте қатты кесіп жібермеңіздер. Бүтіндігі өз қалпында болу керек. Және де тұзын себеміз жақсылап, сол кесілген барлық жердің арасына себесіздер. Қара бұрышты себеміз. Және де 1 шай қасық зираны сеуіп шығамыз. Үш орташа пиязды домалақ етіп турайсыздар. Кейін балығымыздың үстіне 50-60 грамм майонезді жағып шығамыз. Енді тордың үстіне фольганы 2 қабат етіп жаямыз. Және балықты үстіне орналастырамыз. Үстіне туралған пиязымызды саламыз. Барлық бетін біркелкі жауып тұратындай. Кейін мұнда қызанақ 3 данасын пайдаландым. Оның 2-і кәдімгі балғын, 1-і мұздатқышта сақталған. Ссылкасын төменгі жақта қалдырып кетемін. Қызанақты қалай сақтау керектігін. Сол арқылы өтіп көрсеңіздер, тамашаласаңыздар болады. Енді пиязымыз секілді қызанақтарды да дәл солай біркелкі етіп орналастырамыз. 4 дана картопты орташа немесе одан да жұқарақ етіп кесіп балықтың шет жағына орналастырамыз. Және де мұздатқышта сақталған 1 болгар бұрышын ұзына тураймыз да тағы да татуына қарай тұз бен қара бұрыш сеуіп аламыз. Және жұқа етіп майонезді дәл осылай жағып аласыздар. Енді фольганың шет жағын қайырамыз да алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште 50-60 минут пісіріп аласыздар. Біздің арнаның ас мәзірлері ұнаса, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға көп рахмет. Және де лүпілдеріңізді басыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Коктал атты балығымыз дайын болды.